Міне, осылай биікке жасап алдым. Мынандай осындай бөліктен сіздерге қазір көрсететін боламын. Міне, әдемілеп үтіктеп алып, осылай жасап шыққан болатынбыз. Енді бізде міне берілген дәл ортасынан осылай бормен сызып қиып аламыз. Менде мата кішкентай қалғандықтан маған осы бөлік жетеді. Міне. Осылай болғаннан кейін, осылай қойып, тігін машинкасына тігіс ұзындығын 2-2,5 мм етіп тігіп шығамыз, яғни сетінеп кетпес үшін тығыз тігеміз. 2 мм мен осы жерден 0,5-0,7 см мен тігіп шығатын боламыз. Тігіп міндетті түрде ашып үтіктеп аламыз. Міне осылайнан тігіп шыққан болатынбыз. Енді мына жерде қараңыздар, мына жерде түзу тұр. Сондықтан осылай белгілеп аламыз. Белгілеп алғаннан кейін мына жерде қайтадан деталімізді қоямыз да осылай белгілеп шығамыз. Кейін тағы да осылай орналастырып, тағы да бормен сызып шығамыз. Мына жерде қисық қазір көресіздер. Енді сызғышпен әдемілеп сызып аламыз. Әдемілеп батырып осылай сызып алған жөн. Артық жерін қиып аламыз. Енді оң бетіне қаратып, осылайынан қоямыз. Қараңыз, былай және былай. Енді осы кезде мынау бір бөлігін осылай жоғары қарай шығарамыз. Мені көрдіңіз бе? Сонда екі жағынан осылай шығып тұру керек. Мені инемен осы жерді түйреп алам. Көрдіңіз, сол кезде қос тіккен кезде осылай болып тұрады. Енді осылай түйреп алған жерді барып жаңа 0,5-0,7 мен тігіп шығамыз да, осылайнан ашып үтіктеп аламыз. Бесконечная бейка дейді, міне үтіктеп алдық. Енді мына жерден өзі линиямыз бар ғой, содан қия бастаймыз. Осылай айналдырып бейкамызды қиып шығамыз. Көрдіңіздер ме? Линиялар жаңағы біздің сызғышпен сызғанымыз бәрі бір-біріне тура келеді. Мына жер кішкене тура келмей қалыпты. Ол жерін түзеп жібере саламыз. Енді қараңыз, біздің бейкамызды қарасаңыздар, ішінен осылай үтіктелген. Енді біз барып үтікке барып, мына артық жерлерін қиып тастаймыз. Үтікке барып, осылайнан үтіктеп шығамыз, ішке қаратып. Арнайы бейка жасайтын мынандай өзі защип болады. Сондай болса, соны кигізіп
үтіктей салсаңыз болады. Егер болмаса, енді қолмен осылай ине көмегімен отырып осылай үтіктеп шығамыз. Сөйтіп міне дәл осыны үтіктеп болғаннан міне бейкамыз дайын болады. Бейкамыз дайын болғаннан кейін міндетті түрде ұштарын сосын қиып тастаймыз. Бір-бірлерін осылай сәйкестендіреміз да, осы жерден 0,1 тігіспен бейкамызды осылай қосып тігіп шығатын боламыз. 0,1 тігіспен мына жерден тігіп шығамыз бейкамызды. Екі бейканы да солай дайындап аламыз.